Қазір біз сабағымызды бастамас бұрын бірінші топқа бөлініп алайық. Бірінші отырған жерімізде басқа әріптерімізді айтайық, кішкене әріптерден. А, Д, Ж, А, С. Дауыс қойдыңызсың, жоқ дауыссыз болыңыз. Жаңа әріптер бойынша отыра аламыз. Енді біз қазір сабағымызды бастап кетейік. Біздің бүгінгі сабағымыз тақырыбы географиялық деректерді визуализациялау деп аталынады. Сабағымыздың оқу мақсаты екі оқу мақсатынан тұрады. Стратегиялық мәліметтерді талдау нәтижесі бойынша картограмма мен карта диаграмманы құрастырамыз. Акты, яғни видеоларды, графикалық редакторлауды, тақырыптық карта схемаларды жасау білесіңдер. Яғни біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мақсаты барлық оқушылар статистикалық мәліметтерді өңдей алу керек. Оқушылардың көпшілігі статистикалық мәліметтерді талдайды. Актының көмегімен картограмма мен карта диаграмма құрастырасыздар және бұл сабақта. Кейбір оқушылар графикалық редакторлардың көмегімен карта схемалар жасайтын болады. Бағалау критерийлері статистикалық мәліметтерді өңдейді, статистикалық мәліметтерді талдайды, актының көмегімен картограмма мен диаграмма құрастырасыздар. Графикалық редакторлар карта схема жасайды. Оқудағылар бізде қолдану, яғни ең жоғарғы деңгейдегі ұлым таксономиясындағы ең жоғарғы деңгейдегі дағды болып саналады. Енді сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге тағы бір сұрақ қойып жіберейін. Енді балалар сабағымызды бастамас бұрын бірінші сіздерге сұрақ қойып алайық. Карта схема туралы не білесіңдер? Жалпы карта схема, карта диаграмма, картограмма деген қалай түсінеміз? Карта схема деген қалай түсінеміз? Сізді карта схема түріндегі мәлімет болса, диаграмма деген ол мәліметтер жіктеп, диаграмма түрінде бөліп жазу деген сөз. Берілген мәліметтер бір сол диаграмма. Ал статистика деген? Ол көрсеткіш болып табылады. Жақсы. Енді осыларды біз география пәнінде қалай қолданамыз? Жердің көлемі өлшеміне байланысты. Жақсы. Көлемі, жердің өлшемі тағы да. Жердің белгілі қазбалары, қазбалықтарына байланысты. Қалсыларына байланысты. Көбінесе статистикалық мәліметтерді біз әкімшілік тараптан алып жатамыз. Мысалға біз Қарқыба ауылының халық саны, балалардың саны, жер көлемі. Мысалы біздің ауылда маңайда жерлер бар, шағындық жерлер дейміз, жайылымдық жерлер дейміз, суармалы егінді жерлер дейміз. Соның барлығы бізде картаға салып, пайыздық көрсеткішін шығарып, диаграмма түрінде көрсетіп, картаны жасап беріп отырады. Осыны біз карта жаңағы географиялық деректерді визуализациялау, картограммалар, карта схемалар деп атайды екенбіз. Яғни визуализация дегенді қалай түсінеміз? Визуализация дегеніміз жоспарлау, көздеу көру, өңдеу, талдау, бір жүйені дайын күйде пісіріп шығарып беру, визуализация. Жалпы жақсы. Енді осылардың қандай айырмашылықтары бар бір-бірінен? Айырмашылықтар бар ма? Мысалы, картограмма, карта схеманың айырмашылығы бар ма? Диаграмма мысалы. Диаграмма ол домалақ сандық мәлімет түрінде көрсетіледі. Ал карта схема деген мысалы, ұлы географиялық ашулардың картасында мысалға жаңағы Марко Полоның жүрген жолы немесе физикалық картаға жердің ағыстың жолы көк ағысы емес. Жылы міне осыларды карта схема дейді. Ал жаңағы диаграмма түрінде берілген ол сандық мәліметтерді картаға түсіреді. Енді біз қазір осыларды карта схеманы, карта диаграмманы картаға түсіріп, интернеттің көмегімен қалай жұмыс жасау керек деп үйренетін боламыз. Жақсы, енді қазір тақырыптарын ашып, бүгінгі мәтінде оқып шығамыз. Географиялық деректерді визуализациялау деген тақырыпты ашып оқыңыздар. Мәтінді оқып шығыңыздар, асықпай қазір талдаймыз. Келесі тапсырма балалар бізде жекелей жұмыс деп аталынады. Қазір жекелей жұмыс біздің қолымызда қазір бір смартфонымыз бар, сол смартфон арқылы жұмыс жасай аламыз. Алдымызда қазір ноутбук тұр, сол ноутбук арқылы жұмыс жасауымызға болады. Ең бірінші қазір әркім өзінің соткасын алады да Excel программасымен жұмыс жасауды білеміз ғой.
10 сынып оқимыз, сонда Excel программасымен жұмыс жасаймыз. Мына жерде сіздерге 16, 17, 18 жылға арналған 1000 адамға шаққанда Қазақстан Республикасына арналған туу көрсеткіші берілген. Міне әрбір облыста көрсетілген, 15, 16, 17 халық саны көрсетілген. Осы туу өлім жітім көрсеткіш көрсетілген. Осы бойынша қазір соткаларыңызға Excel программасы арқылы диаграмма құрастырамыз. Жеке болып. Міне сандық мәліметтер көрсетілген. Соткаларыңызды ашыңыздар. Қыздар соткаларыңызды ашыңыздар да Excel'ді ашып сонымен жұмыс жасаймыз. Қалай жұмыс жасайтынын білесіздер ғой, иә? Ана жерде Excel'де сандардың өз атынан түрлі шыға келеді. Міне Жанерке жасады. Диаграмма түрінде жасауға болады, иә? Тағы басқа да. Болдыңыз болды. Енді кім диаграмма құрастырады? Алматы қаласын алдық. Диаграмма бойынша өзің ғана алдың, иә? Жеке Алматы алдық. Онда 2015 жылғы өлім жітім көрсеткіштері ең жоғары пайыз көрсетті. Ең жоғары пайыз көрсетті. Мен Ақмола қаласын алдым. Менде Ақмола қаласында 2017 жылғы өлім жітім көрсеткіші диаграмма ретінде. Диаграмма көрсеткіш ма? Жоғары көрсеткіш көрсетті. Жақсы. Ары қарай тағы қалды. Және Маңғыстау қаласын алдым. Бұл жолы 2016 жылы 31.101 көрсеткішпен ең жоғары болып тұр. Өлім жітім көрсеткіші, ал ең төменгісі 2017 жылы көрсеткіші. Жақсы. Сіздер қай облыста алдыңыз? Мен Қостанайда алдым. Қостанайда өлім жітім көрсеткіші 2015 жылда көрсетті. Жақсы. Мен Қызылорданы алдым. Ол жерде 2015 жылы өлім жітім көрсеткіші ең жоғары болды. Жақсы. Аяуқа бізде уже бұл жерде жасап шықты, иә? Сіздер де жасадыңыздар. Бізде бұл жерде 2015 жылы өлім жітім көрсеткіші диаграмма бойынша үлкен көрсеткіш көрсетіп тұр. Жақсы. Көп рахмет. Бұл жерде қыздар сіздер Excel программасымен компьютер арқылы және сотка арқылы қалай жұмыс жасау керектігін көрсетіңіздер. Көп рахмет. Енді балалар, біз қазір екінші тапсырманы орындайық. Яғни ол жерде жұптық жұмыс жасайсыздар. Жұптық жұмыс жасаған кезде жаңағы өздеріңіз өңдеген мәліметтеріңізді PowerPoint немесе Paint программасына түсіресіздер. Яғни ол слайд түрінде қазір алдарыңызда ноут берілген немесе соткаға да қазір жасауға болады. Жұптық жұмыс арқылы осы өңделген мәліметтеріңізді Paint немесе PowerPoint программасына түсіресіздер бағдарламасына. Екі-екілен жүктасаңызда Жанеркемен кім жүктасын, не теңдерсіз. Қай облыс екен жазып қойыңыздар астына, иә, диаграмманың астына. Қай облысты сипаттап жазыңыздар. Жаңағы ең жоғары көрсеткіш қай жылға екен жазыңыздар астына. Мысалы 15, 16, 17. Сонда сіздердің қай ең жоғары көрсеткіштеріңіз қай жылғын көрсетіп, соны жазамыз. Сіздер сотканы орындап отырсыздар, иә? Коллективаға жүктік тапсырманы орындап қойдыңыздар ма? Кім бастайды? Қай жүктарын сұрайық? Қалай жұмыс жасадыңыздар? Қалай орындадыңыздар? Аида, отырып айта бер. Біз Excel программасын жасаған диаграммамызды копировать етіп, осы PowerPoint бағдарламасына әкеліп вставить етіп қойдық. Және сол кезде диаграмма бізде қай жылы өлім жітім көрсеткіш жоғары болған көрсетті. Қай облыс алдыңыздар? Павлодар облысы. Жақсы. Сіздер қоя алдыңыздар ма? Иә. Бұл біздің күнделікті информатика пәнінде қолданып жүрген жұмысымыз. Ешқандай бір қиындық туғызады деп ойламаймын. Себебі сіздер жүріп қойсыңыздар. Жаңағы Excel программасымен жұмыс жасай білесіздер. Word деген программа тіпті жеңіл біз үшін. Біз мысалы Word программасына мәтінді текст түрінде енгізе аламыз, иә. Оны да жаңағы PowerPoint программасына копировать етіп қоя аламыз. Енді біз қазір Excel программасына арқылы жасаған диаграммамызды PowerPoint-қа қойдық, иә. Енді қазіргі біздің үшінші тапсырмамыз біздің былай болады. Қараңыздар. Біз жаңа барлық оқушыларға статистикалық мәліметтерді өңдей алдыңыздар. Мен сіздерге жаңа статистикалық мәлімет бердім. Міне, статистикалық мәліметтеріңіз мынау. Иә, осы мәліметтерді сіздер өңдей алдыңыздар. Яғни өңдеп есетіңіздер. Егізді, программаны түсіріп, диаграмма құрастырып жақсы. Енді мына
жерде статистикалық мәліметтерді талдадыңыздар. Иә, оны PowerPoint-қа түсіріп бізге талдап әр облысты көрсетіңіздер. Енді актінің көмегімен картодиаграмма құрастырамыз. Қазір мен сіздерге айтамын. Енді мына жердегі кейбір оқушыларға бағытталған мақсатымыз бойынша графикалық редакторлардың көмегімен карта схема жасаймыз қазір. Оны топтық жұмыс арқылы жасайтын боласыздар. Мына жердегі кейбір оқушыларға деген бағытталған мақсатымызды топтық жұмыспен жасайтын боламыз. Яғни біздің алдымызда сот берілген, сол жерге криптошат деген бағдарлама бар. Соған кіріп, жаңағы жасаған статистикалардың диаграммаларында сол жерге қойып арқылы жұмыс жасайды. Мен сіздерге қазір бір нәрсе көрсетейін. Қараңыздар сақтаған. Міне, қараңыздар. Жаңағы сіздер айтып отырсыздар ғой, міне диаграмма түрінде. Вот диаграмма түрінде. Мына жаңағы облыстарды туу көрсеткіш мысалға халық саны дейміз, парламент болады. Сондай туралы мәліметтерді өстіп жасап шығуға болады. Жаңағы айтылған қандай программа дедім? Пиктошат. Міне, мына жерде де мысалға жаңағы диаграмма құрастырылған. Мәліметтер табиғат пайдалы қозғалыс туралы, қалыптастыру туралы, келбелер туралы мәліметтер берілген. Енді біз қазір топтық жұмысты жасамай тұрып, мына мәтінді оқып шығамыз. Осы мәтінді оқып шығамыз. Сыналуында топпен бірге, алдарының ноут берілген, Google диск арқылы кіреміз де, Пиктошат деген программаны ашасыздар. Пиктошат деген программаны ашамыз. Жаңағы салынған диаграмма Сон бар? Google-да ашамыз. Сосын Пиктошат дейміз. Ой, бұл сондай ма? Олмаған ма? Картаны таңдаймыз. Енді өзіміз немізді қараймыз. Қазақстан таңдаймыз. Өзіміз таңдаған облыстан басқаларын өшіп қосауға болады. Олар кез келген бір облыстың сандық мәліметін қоясыздар. Жаңа өздерінің жеке жұмыс жасағандар алдыңыздар ғой, мына жерде міндетті болады, жақсы. Мына біреуін ғана алып қалып, сонымен жұмыс жасап, соның диаграммасын қойып, артқа жұмыс жасап көрсетуге болады. Сонда сіздер қазір топпен бірге жұмыс жасап отырсыздар ғой. Сонда сіздер қазір карта құрап жасап шығасыздар. Түсініңіздер ме? Анда карталарыңыз онда жетпей, бүкіл Қазақстанның мәліметін толық енгізіп шығуға да болады. Әрбір облысты жеке алып, сол облыстың сандық көрсеткішін жеке көрсетуге болады. Сонда бұл жерде сіздер картаны жасауды үйренесіздер. Мысалға, мынаны қараңыздар, мына сияқты жасайсыздар ғой. Мында, мысалға, экологиялық көрсеткіштер көрсетуге әрбір неменің диаграммалар көрсетуге, мысалы, мынау түс қандай деді, сары түс нені білдіреді, қызыл түс нені білдіреді. Мына жерде уже диаграмма түрінде экологиялық көрсеткіштер көрсетіп қойған. Сіздер осындай картограмма жасап шығасыздар. Бірақ сіздерде мен мәлімет берген бойынша, өлім жетім көрсеткіші бойынша, толық көрсеткіші бойынша. Ана жерде бір точка жаңағы Алматы облысы, Астана қаласы қалыптаса да шықпайды, диаграмманы басасыздар. Мәліметтерді енгіземіз өзімізге керек. Жаңа біреуіңнен алдыңыздар, сіздер Қарағандыдан алдыңыздар, Қарағанды облысын енгізсеңіздер шығады. Қарағандымыз. Бізге мәліметтерді енгізіп, диаграмма құрамыз. Қолы жанына. Болдық па балалар? Пиктошат бағдарламасы арқылы карта жасай аласыздар ма? Енді тағы екінші қосымша бізде қазір мәтінді көргеніңіздер сол қарап отырыңдар. Мына жерде виза туралы. Виза деген не екенін білесіздер ме?
шетелге шығушылар куәлік, иә. Жалпы көру, тану, деген шетелге бару, саяхаттау жақсы. Жалпы бізде визалы мемлекет, визасыз мемлекет деген не бар, иә? Мына қосымша мәтінді қарай отырып, осы мәтін бойынша да жаңағы жасап отырған карталарына екінші мағлұмат енгіземіз. Жаңағы флиптачат бағдарламасына мынадан да мәліметтер алып енгізесіздер. Қараған күнге өтінішті көрсеткіштер. Балалар топтық жұмыс жасап болыңыздар. Сіздер қай облыста алдыңыздар? Сіздер шығыс тарапта шығыс қаласын алдыңыздар. Енді осы дүниені қазір үлкен экранға шығарайық, маған жібере алыңыздар. Бұл біздің диаграмма Қарағанды облысы 2015-2016-2017 жылы туу және өлім көрсеткіштері болатын. Және Excel программасы алған мәліметтерімізді флиптачат программасына қосылып осылай диаграмма салып шықтық. Екінші топ. бағдарламасына шығыс Қазақстандағы мәліметтерді алдық. Бұл жерде біз 2015, 2016, 2017 жылдардағы өлім және туу көрсеткіштері көрсетілген. Bunu size birinci Excel programmasına salып, одан кейін барып Бұнда сіздер белгіленген статистикалық мәліметтерді өңдеп, талдай, алдық. Жақсы, керемет отырғаныңыздар рахмет. Жақсы балалар, біз бүгінгі сабағымызда карта схеманы, карта диаграмманы қалай қолдану керек, қалай жасау керектігін үйрендік. Сіздерге қарап отырып, мен жаңа сіздердің компьютерлік программалар арқылы жұмыс жасайтындарыңызды байқадым. Excel программасымен жұмыс жасайтындарыңызды байқадым. Жақсы, өте рахмет. Енді сабағымызды қорытындылау үшін мен сіздерге бір-екі сұрақ қояйын. Жалпы карта схема мен карта диаграмманы қалай қолдану білдіңіздер ме? Бізге оның қандай пайдасы бар екен? Ақпараттарды білу үшін, ақпараттардың деңгейін анықтау үшін, статистика Гаж деген мағлұмат алады сіз, гаж деген не? Гаж дегеніміз гаж қызметі есеп жүргізу мен басқару ісін қамтамасыз ететін және оларға инженерия, экология, топография, жер ресурстары деген сияқты денсаулық сақтау және тағы басқа салалар жатады олар. Жақсы. Яғни біз географиялық ақпараттар жүйесі арқылы өзімізге керекті мағлұматтарды аламыз. Бүгінгі сабақта сіздерге мен мысалға географиялық ақпараттарды бердім. Мәтін бердім, кесте бердім. Ол жерлерде сіздер мысалға виза туралы қараңыздар. Ол жерде халықтың өлімі мен өлім туралы қараңыздар. Сол алған мәліметтерімді, географиялық мәліметтерімді талдап, осындай картадағы атлас карталар жасап шығаруға болады екен. Осындай карталар бізде көбінесе әкімшіліктерде де жасап шығарады. Яғни күнделікті ауылды жерлердегі жайылымдық жерлердің қанша пайызын анықтау керек, суармалы, егіншілік, халық саны, сәбидің саны, балалардың карталардың саны қанша, осының барлығын бізге картаға жасап шығаруға болады екен. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін қазір сіздерге таратып, соған кері байланысты бүгінгі сабақтан не әсер алдыңыздар? Әлде нені үйренгілерің келеді? Нені білдіңдер, соны жазып бере қойыңыздар, Қай бір топтан бір оқушы тыңдайық, Бүгінгі сабақ маған ұнады. Барлығы тиімді әрі қызықты өтті. Мен осы программаларды үйренгеніме қуаныштымын. Себебі менің таңдап отырған пәніме өте керек. География пәні бойынша осы пәндер арқылы көп мәліметтерді осы қорытып шығара аламын деп ойлаймын. Жақсы. Өзіме керек мәліметтерді ала алдым. Бұл келер болашақта саябақ саған, мысалы бір ғылыми жоба жасаған кезде, осы өзіңнің туындың ретінде флиптачатқа салып, картаны жасап, диаграммасын нақты мәліметін көрсетуге өте керемет мүмкіндік болады. Жақсы. Келесі топ, Динара. Маған да бүгінгі сабақ ұнады, өйткені жоғары деңгейде өтті. Excel, PowerPoint программаларымен жұмыс істеуді баяғыдан білсек, осы сабақта флиптачат программасын үйрендік. Өте қызықты өтті. Топтық жұмыста, жекелей жұмыста барлығы маған қатты ұнады. Жақсы. Мен өте қуаныштымын, сіздерге өте тың ақпарат алып, бірден соны меңгеріп кеткендерге өте қуаныштымын. Бүгінгі сабағымызға қатысқандарыңызға көп рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Енді үйге тапсырма, сіздер өзіңіздің осы қаржылы ауылының халық санағын туралы
әкімшіліктен мағлұматты алып кепілдік қанша карта жасап келгенімізде болады. Осы ескертулерге сот барымызда жасап келуге болады. Иә,